Ең алдымен жылы сүтімізді құйып аламыз. Бұл жерде 300 мл. Бөлме температурасына жылы суымызды құйып аламыз. Бір қасық тұз саламыз. Одан дрожжымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін мен бұл жерде 5-10 минутқа қойып қойдым. Бетін жауып. Дрожж ерігеннен кейін майонезімізді салдық үстіне. Одан кейін сұйық май. Бұл жерде менде үлкен қасықпен 3 қасық сұйық майым бар. Одан кейін 1 қасық қант саламыз. Бұның бәрін жақсылап араластырып, болғаннан кейін ұнымызды салып, ұнды бәрін бірден салмайсыздар. Жарты-жартылай салып, араластырып, ең кейінде илеп аласыздар. Ұнды жылы жерге орап, ашытып аласыздар. Оны ашығаннан кейін өзі беті көтеріліп, өте жұмсақ болып, бір көтерілгеннен болады. Қамырымды осылай дайындап алдым. Қамырды мен пышақпен кеспеймін, қолмен үзіп аламын. Зуала жасаған кезде де қатты мыжып тастамаңыздар. Бос күйінде істейсіздер. Духовканы жылытып дайындап аласыздар. Астын майлайсыздар. Осылай жабысып қалмау үшін майлап алдым. Картошкамды де дайындап алғам. Картошкам суға пісірілген. Пиязға маймен пиязды қуырып, ішіне қарабұрыш салып, осылай дайындап алдым езіп. Одан кейін оқтаумен жайған жоқпын. Қолмен басып жайып аласыздар. Онда керек емес. Егер кішкене қолыңыз жабысып жатырса, жаңағы қолыңызды майлап алсаңыз болады. Осылай мен барлығын дайындап алдым, бетін жауып. Жартысын духовкаға салам, жартысын майға қуырып аламын. Майға қуырардың алдында осылай кішкене басып алдым. Қызып тұрған майға осылай қуырып алдым. Өте дәмді, бәр жер пісті. Духовкаға пісіріп алғаным. Осылай жасап көрсеңіз